Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін қаңтардың 2-сі жұма. Хабардан сіздер Барлық түрлі даяшылық төлемдерін 2026 жылы қоспау міндеттелді. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың зейнетақысы мен жәрдемақысы 20%-ға артты. Еліміз туризмді дамыту қалпына келтіру көрсеткіші бойынша әлемнің үздік 20 елінің қатарына енді. 2026 жылы қаңтар айының 1-нен бастап жүзеге асатын заңдар жайлы, Аймағымыздағы мал санағының қорытындысы туралы ақпарат, азық-түлік пен зат бағасы туралы мәлімет, перзентхана бөлімшесінен әзірленген репортаж, тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Хабарымызды ел жаңалықтарымен бастаймыз. Барлық түрлі даяшылық төлемдерін 2026 жылы қоспау міндеттелді. Үкіметтің желтоқсанның 31 күнгі отырысында экономикалық қарқынды жеделдетіп, оның нәтижесін халыққа жеткізуге бағытталған 300 күндік іс-шара жоспар бекітілді. Жоспарды бекітуге байланысты халыққа көрсетілетін қызметтердің үйлесімділігін қамтамасыз ету, кәсіпкерлік ортаның тұрақтылығын қолдау мақсатында мемлекет тарапынан азаматтар мен заңды тұлғаларға көрсетілетін барлық қызмет түрлерінің төлемдері мен салықтарды үстіміздегі жылда арттырмау міндеттелді. Бұл міндет үкімет мүшелеріне, агенттік басшыларына, кеңес, комитет, комиссия төрағаларына және барлық деңгейдегі әкімдерге жүктелді. Сондай-ақ қала, аймақ, сұмындық азаматтар өкілдер құрылынан белгіленетін барлық салық пен төлем мөлшерін көтермеу жөнінде ұсыныс жасалып, оның орындалуына бақылау жүргізу міндеті экономика және даму министрі Инфайрға жүктелді. Статистикалық деректерге сәйкес экономикалық өсім 5,9%, инфляция 8,2%. Елдің сыртқы валюталық қоры 6 миллиард ақш долларына жеткен. Аталмыш көрсеткіштерге сәйкес құрылыс өңдеу өнеркәсібінің тұрақты дамуы және тау-кен саласының 3-ші мезгілде қайта жандануы негізге әсер еткен. Экспортта арттыру саясатының нәтижесінде кірісі жақсарып, тауар мен қызмет импортының өсімі бәсеңдеген, қаржы тапшылығы тұрақтанған. Сонымен қатар бюджеттің пайдасы өткен жылмен салыстырғанда артқан. Әлеуметтік қамсыздандыру қорынан толық немесе жартылай зейнетақы алмайтын қарт адамдарға, мүмкіндігі шектеулі жандарға және асыраушысынан айырылған 18 жасқа дейінгі балаларға зейнетақы төленеді. Еліміздің 2026 жылғы бюджет туралы заңында мүмкіндігі шектеулі азаматтардың зейнетақысы мен жәрдемақысы 20%-ға, басқа зейнетақы мен жәрдемақыларды 8,6%-ға арттыру туралы көрсетілген болатын. Әлеуметтік қамсыздандыру туралы заңға сәйкес зейнетақы мен жәрдемақының мөлшері халықтың ең төменгі өмір сүру деңгейіне негізделіп, үкіметтің шешімімен белгіленеді. Осыған орай 2026 жылғы бекітілген бюджетке сәйкес әлеуметтік қамсыздандыру төлемдері 1-ші қаңтардан бастап төмендегідей мөлшерде белгіленеді. Мұнда еңбек қабілетін 50%-дан астам жоғалтқан 16 жастан асқан мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, сондай-ақ тұрақты күтімді қажет ететін 16 жасқа дейінгі мүмкіндігі шектеулі балаларға 478 мың төгрік. 65 жастан асқан азаматтарға, асыраушысынан айырылған 18 жасқа дейінгі балаларға, 18 жасқа дейінгі 4 және одан көп баласы бар жалғыз басты ата-аналарға 432 мың төгрік. Күтім немесе асырау жәрдемақысы 330 мың төгрік. Ауыр дәрежедегі мүмкіндігі шектеулі балаға тұрақты күтім жасап отырған азаматтарға 484 мың төгрік беріледі. Біріккен ұлттар ұйымының әлемдік туризм саласының ай сайын шығатын World Tourism Barometer есебінде Монғолия қараша айының мәліметімен әлем бойынша туризмді дамыту,
қалпына келтіру көрсеткіші бойынша әлемнің үздік 20 елінің қатарына енді. Есепте көрсетілгендей 2025 жылдың алғашқы 9 айында Монғолияға келген шетелдік туристердің саны 2024 жылмен салыстырғанда 16% артқан. Сонымен қатар пандемияға дейінгі 2016 жылғы деңгейден 44%-ға өсіп, Монғолия туризм саласы әлем бойынша ең жылдам қарқын алып келе жатқан елдердің бірі екендігі дәлелденді. Үкімет 2023 жылдан 2028 жылдарды Монғолияға саяхат жылы деп жариялап, туризмді дамыту мақсатында бірқатар шараларды жүзеге асыруда. Туризмді кеңінен насихаттау, визалық талаптарды жеңілдету, әуе рейстерінің санын көбейту. Соның нәтижесінде еліміздің туризм саласы қарқынды дамып, халықаралық деңгейде жоғары көрсеткішке жетіп отыр деп хабарлайды Мәдениет, спорт, туризм және жастар министрлігі. Аймақ жаңалықтары. Жаңа жыл қарсаңында төтенше жағдайлар басқармасына ешқандай шақыртулар келіп түспеген. Яғни жаңа жылда апатты жағдайларсыз қарсы алдық дейді аймақтық төтенше жағдайлар басқармасының оқыту, үгіт-насихат, ақпарат жауаптанған маманы Мәншүк Бердімұратқызы. Өткен 25 жылы аймақтық төтенше жағдайлар басқармасына тіркелген шақыртулардың көп пайызын объект өрті иеленіп отыр. Бұнда объект өртінің шығу себептері мысалға әртүрлі жағдайлардан, оның ішінде ең көп себептері тоққа байланысты себептерден объект өрті тіркелген. Объекті мысалға тоққа байланысты дегене тоқтың сымының мысалға үзілген жерін скотчпен орау мысалға өзіне арналған лентамен орамай скотчмен орағандықтан бұл бана скотч қызып өрт шығу себептері болған деген сияқты әртүрлі жағдайлармен тіркелген. Сол себепте мысалға әр адам өзінің және өз семьясының қауіпсіздігі үшін алдын ала сақтандырып қауіпсіз шараларын алу керек. Той мереке күндерге келетін болсақ, аймақтық төтенше жағдайлар басқармасына той мереке күндері қандай да шақырту тіркелмеген. Бұл жауапты ұйым мекемелердің берген мысалға қауіпсіз шараларын орындау, жаңа жылды қандай да бір қауіпсіз қарсы алдық деп айта кетейік. Аймақтық төтенше жағдайлар басқармасынан ескерту айтатын болсақ, мысалға қыс айы болғандықтан ыстан улану және де мысалға мұз көл бетімен жүру. Ұйым мекемелер, жеке адамдар мысалға мұзға барып, мысалға қандай да бір іс-шара ұйымдастыру. Бұлардың бәрі мысалға ауа райы бақылау қызметінің орнын алған мәліметіне байланысты көп жылғы деңгейден биылғы жылғы мұз қату деңгейі жұқа болғандықтан адамдар өздерінің уақытын жол қысқарту себептерімен мұз көл бетімен жүрмеу және де өздерінің қауіпсіздігін сақтау қажет. Оны сіздерге қатты ескертеміз. Биылғы мұздың қатуы жылдағы орташадан жұқа. Сондықтан азаматтар өз қауіпсіздігіне назар аудару қажет дейді мамандары. Аймағымызда мал санағы жүріліп аяқталды. Осыған байланысты аймақтық статистика бөлімінің бастығы Ерлан Нәбиқанұлы ақпарат берді. Мал және үй жануарлар санағы статистика заңының және 7 бабының 1 тармағының В бөлімінде мал және үй санағы болғанда жыл сайын дәстүрлі түрде жүргізіледі деген бабына сәйкес үкіметтің 2003 жылғы 10 қазанның 24 қаулысымен мал санағын желтоқсан 7-10 аралығында 10 қонақ ішінде аймақтың әкімінің 2025 жылдың А877 жарлығы қабылдап осы бойынша жүргізіліп аяқталып отыр. Негізгі аймақ көлемінде мал санағын тыңғылықты сапалы түрде
атқарылды деген ойдамыз. Ал мал санағының негізгі санын таныстыра кетсек, аймақ бойынша 2025 жылдың соңында мал санағының негізгі алдын ала мәліметіне қарағанда 1.918.954 басты мал саналған. Жалпы мал бас саны өткен жылмен салыстырып көрген кезде 206,2 мыңмен немесе 9,7%-пен азайып отыр. Ал енді жалпы малдың түлігіне қарап айтқан кезде қой 42,1% еленеді, ешкі 41,7%, сиыр болғанда 9,3%, жылқы 6,5%, түйе 0,4% жеке-жеке еленіп отыр. Қай сумындарда мал саны ең көп және ең аз тіркелді, сол туралы ақпарат бере кетсеңіз? Мал санағы болған кезде, мысалы, сеңгіл, ноғонур, толбы, ұлан құс, сақсай сумдар болғанда, алдыңғы 5 орын иеленіп отыр. Бірінші мал санатқан сеңгіл сумына болса, екінші мал санатқан сумын ноғонур сум, үшінші мал санатқан болғанда толбы сум, төртінші болғанда ұлан құс, бесінші сақсай сум иеленіп отыр. Жалпы мал санағы қашан және қандай мерзім аралығында жүргізілді? Сонымен қатар мал санағын өткізуге қанша маман жұмылдырылды? Және де атап өттім, мал санағы үкіметтің 2003 жылғы 224 қаулысының негізде келе 7 желтоқсанның 7-сінен 17 аралығында 10 қонақтың ішінде саналып өтеді. Мал санағын өткізгенге аймақ бойынша 400-дей мамандарды болды қатыстырдық осы мал санағына. Жұмыстатық деген сөз ғой, былай айтқанда. Жалпы мал түрлері бойынша үлесі қандай, сол туралы айта кетсеңіз? Малдың нәтижесіне қарағанда түйе 6,8 мың түйе, 123,8 мың жылқы, 179,4 мың сиыр, 808,3 мың қой, 815 мың ешкі саналып отыр. Осыны өткен жылғымен салыстырған кезде түйе болғанда 104 немесе 1,5%-пен қосылған. Ал жылқы 1,1 мың немесе 0,9%-пен. Сиыр болғанда 4,5 мың немесе 2,4%-пен Ал қой болғанда 97,5 мың немесе 10,8%-пен. Ешкі болғанда 103,2 мың немесе 11,4%-пен жеке-жеке азайып жатыр. Бұлай айтқан кезде биылғы жыл түйе өскен, басқа қой, ешкі, сиыр, жылқы азайып отыр. Және өзіңіз айта кеткеніңіздей, өткен жылғыдан қарағанда 206 мың басты мал қай өңірлерде, қай сумындардан көбінесе кеміген болып отыр? Мысалы 206,2 мың немесе 9,7%-пен өткен жылмен салыстырғанда азайып отыр ғой. Енді оны айта кетсек, Алтай, алтын сөкіс. Бұлай айтқан кезде өлгей сумынан басқа сумындар 4,8-ден 38,3 аралығында мал азайған болса, аймақтың түбінің сумын, өлгей сумыны 4,4 мыңмен артып қосылып отыр деген сөз. Қай сумында қандай түлік артықшылық еленіп отыр, сол туралы айта кетсеңіз? Сұрағыңа тоқтала кетсек, ноғонур сумыны болғанда жылқы және ешкі басымен, ал сеңгіл сумыны болғанда сиыр мен қой басымен, алтын сөкісі сумыны болғанда түйе басымен, сумындардан ең мол мал санатқанды иеленіп отыр. Компания серіктестігі тағы басқадай заңды тұлға тіркеу бойынша мемлекеттік тіркеу бөлімі 2025 жылы 1046 тіркеу жасаған. Осы және өзге де мәселелер төңірегінде аймақтық мемлекеттік тіркеу бөлімінің заңды тұлға мүлікті тіркеу бөлімінің бастығы Еркінбек Шаймұратұлы мынадай ақпарат берді. Мекемеге мемлекеттік тіркеу орнына заңды тұлға тіркеуге байланысты 2025 жылғы статистикалық мәліметті айта кететін болсақ, барлығы 1046 тіркеу тіркелген екен. Мұнда ішінде айта кеткенде жауапкершілік шектеулі серіктестік компания дейміз, соған байланысты 202, бейресми ұйымға 7, корпоратив 70, комитетке байланысты 34, сан дейміз қор, соған байланысты 2 тіркеу алынған екен. Білім саласындағы ұйымдарға байланысты 5 тіркеу, мемлекеттік ресми ұйымдарға байланысты 4 тіркеу, серіктестік нөкеріл дейміз, соған байланысты 6, салалық салбыр тізімдеуге байланысты 13,
Жәнегі қосымша өзгертулер тізімі 282, куәлікті қайталап алу 55, көшірме анықтамаларға байланысты 94, және де таңбалар құрап алу сияқты 56 көрсеткен болса, мемлекеттік тіркеуге қайта қалпына келтіру тізімі бойынша 32 тіркеу, атауын кепілдендіру нерейматылға жол дейміз, соған байланысты 184 тіркеу тіркелген екен. Ал енді заңды тұлға тіркеуге тұру үшін қандай документтер, яғни құжаттар әзірлеуі қажет? Заңды тұлғаға жаңадан орнату үшін, яғни жаңадан орнатып тіркету үшін заңды тұлғаның бірінші атауы болу керек, нерейматылға жол дейміз. Осыны e-бизнес сегемен сайт арқылы заңды тұлғаның атын ресми болдыру керек, кепілдендіру керек. Екіншіден, жәнегі берілген атты негізделгеннен кейін 30 қонақтың ішінде біздің тіркеу орнына келіп, немесе сұмындық тіркеушілерге барып, төмендегідей документті толықтап тіркету қажет. Мұнда болғанда жәнегі заңды тұлғаның негізін қалаушы азаматтың шешімі болу қажет, қағаз жүзінде ереже. Содан 2 есе дайындап әкеледі, және де мекен жай адресін анықтау қағаз, мүліктің кепілдендіру құжаты, және де төлем ақысын төлеген төлемнің құжаттарын алып, сол біздің мемлекеттік тіркеушілерге документін өткізу қажет. Сол арқылы жәнегі заңды тұлғаның куәліктерін ала алады. Одан кейін халыққа ескертіп айта кеткенде, осы орайда халыққа ескертіп айта кеткенде, қандай бір мемлекеттік ресми ұйымдар және басқадай барлық заңды тұлғаларға байланысты басшылар, жауаптанған адамдар жаңадан тағайындалған жағдайда заңды тұлға мемлекеттік тіркеу заңының 10-шы қайшылық туралы заңның 15-23 бабында көрсеткен бойынша жұмыстың 15 қонағының ішінде мемлекеттік тіркеу орнына келіп тізімделіп тіркету қажет. Егер де осы уақыт ішінде тіркелмеген жағдайда және заңда көрсеткендей 500 мың төгріктің айыппұлы салынады деп заңда көрсеткен. Сондықтан қандай бір мекеме ұйым басшылары жаңадан тағайындалған жағдайда және заңда көрсеткен уақытында жұмыстың 15 қонағының ішінде келіп осы мемлекеттік тіркеу орнына тіркету қажет дегенде ескерте кетейін.
2026 жылы қаңтар айының 1-нен бастап жүзеге асатын заңдар. 2026 жылдың қаңтар айының 1-нен бастап мемлекеттік бюджет, қоғам, экономика, қамқорлық тағы басқа салаларды қамтыған заң қарарлар қабылданып іске аса бастады. Бұл үздіксіз даму, бюджеттің тұрақтылығы азаматтардың әлеуметтік жағдайларының жақсаруына әсер етеді деп күтілуде. Ендеше қабылданған заңдарға тоқтала кетейік. Халық жинақ қорынан пайда көреді. Ұлттық байлық қорының 2026 жылғы бюджет туралы заң 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Бұл заң арқылы табиғи байлықтан түскен кірісті жинақтау, болашақ ұрпаққа әділ бөлу, қорды ашық әрі жауапты басқаруды қамтамасыз ету мақсаты жүзеге асады. Бұл тау-кен саласына тәуелді экономиканы ұзақ мерзімде тұрақты ұстаудың маңызды бөлігі. Сонымен қатар тау-кен байлығын келешек ұрпаққа мұра етіп қалдыру және әрбір азаматқа үлес беру мақсатында жинақтау қоры ашылды. 2025 жылдың 1 жарты жылдығында жинақтау қорына 131,1 миллиард төгір көлемінде үлес кірісі түскен. 2024 жылы заң күшіне енгеннен кейін жинақтау қорына 495,6 миллиард төгірік қаржы жиналып, әрбір азаматқа 138 мың төгірік үлестірілген. 2025 жылдың жарты жылдығында әрбір азаматтың жеке жинақ шотына 36,3 мың төгірік қосылып, жалпы 175 мың төгірік жинақталған туралы ресми ақпарат берілген. Мұғалімдердің жалақысы айдың 1-нен бастап 50%-бен, 2026 жылдың қараша айынан бастап 26%-бен қосылады. Дәрігерлердің жалақысы 30% қосылып, қазіргі 1,1 миллион төгіріктің жалақысы 2 миллион 40 мың төгірік болып қосылады. Сондай-ақ жас дәрігерлердің негізгі жалақысы 1,4 миллион төгірік болса, енді 1,9 миллион төгірік болып қосылады. Алдағы уақытта 2026 жылға сейістіріп, 3 миллион төгірікке дейін жеткізеді деп жоспарлануда. Мемлекеттік қызметкері қайтыс болса, 36 айдың еңбек ақысына тең келетін жәрдемақы отбасына беріледі. Қариялардың зейнетақысы 80 мың төгірікпен қосылады. 2026 жылы зейнетақыны қосуға 516 миллиард төгірік жұмсалады. Жасанды интеллект арқылы автокөліктерге айыппұл салынады. Жасанды интеллектке негізделген бақылау жүйесі арқылы айыппұл салу шарасы 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асады. Төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерінің жалақысы 10%-ға қосылады. 16 мың балаға бір мемлекеттік инспектор жұмыстайды. Осыған сәйкес аймақтар мен Ұлан-Батыр қаласында жұмыс істейтін балалар құқықтары жөніндегі мемлекеттік инспектордың саны әрбір 16 мың балаға бір инспектор есебімен белгіленіп бекітілді. Аталған қаулыны іске асыруға қажетті шығындар 2026 жылдан бастап жыл сайынғы мемлекеттік бюджетке енгізіліп, қаржыландырылатын болады. Осы заңдардан тысқары 2025 жылдың бюджет туралы ұлттық байлық қоры, еліміз үкіметінің даму стратегиялық жоспары, әлеуметтік қамсыздандыру қорының 2026 жылғы бюджет туралы, денсаулық қамсыздандыру туралы, үкіметтің 2025 жылғы 69 қаулысы, сүт дайындау, сүт және сүт өнімдерін өндіру, саудада қолданылатын техникалық реттеу туралы, қамсыздандырушының жарна төлеу және зейнетақы, жәрдемақы тағайындау үшін қолданылатын жалақы мен оған теңестірілетін кірістің ағымдағы құнын анықтауда, 2026 жылы қолданылатын коэффициент туралы, қала құрылымы, құрылыс және тұрғын үй министрінің 2025 жылғы нөмірі 237 бұйрығы аясында құрылыс нормалары мен ережелерін жаңадан бекіту туралы заңдар күшіне енеді. Сел задонасны ханғалды дөр батырч. Сәтгілі зүр хайртан шатчым құйден. Чин сайхын амрықтан хелч бүцегі мұрттан. Чини төден
болохгүй гэж ихрандам би хэлсэн. Хараацсан тэнийгэр говдо холонгийн сүдээ хойдрын давхсан миний хороо сайхан ороо энэ чивдрийн цоршигороо Үргэж үзээгүй Осны шуудан Үйтүмээрэ Зугаалан наацсан Миний хорон сайхан орон Энэ чигудрын соршигон Миний Жаңа жыл қарсаңында аймағымызда қанша бала дүниеге келді? Перзентхана бөлімшесінің іс қызметі қандай деген сауалдар төңірегінде аталмыш ұйымға барып,
Бөлімше меңгерушісі Жанболат Тайранұлын сөзге тартты. Бүгінгі мәліметпен қарағанда жаңа жыл қарсаңында 31 күндері барлығы 10 нәресте дүниеге келген. Бұның екеуі кесар тілігі дейміз, кесар қаралы босанды. Асымындардан қандай мәлімет? Асымындардан мәлімет аларғамыз жоқ. Оны болғанда жаңағы біздің денсаулық орны жаңағы біріктіреді. Жалпы енді биылғы жылы туылған нәрестелер саны өткен жылмен салыстырғанда көп па енді? Жылды қорытындылай айтқанда. Жылды қорытындылай айтқанда 2024 жылы болғанда 2230 адам босанған. Енді биылғы жыл болғанда 2184. Бұл болғанда былтырғы жылдан 46 мен аз босанып отыр. Енді биылғы жылға барлық мәліметтерді, статистикалық мәліметтерді алып көретін болсақ, жаңағы нәрестенің четінеуі болғанда былтырғы жылдан қосылған 5 баламен. Былтырғы жылы 14, биылғы жыл болғанда 19. Енді жаңағы ананың ішінде бала четінеу болғанда былтырғы жыл 9, биылғы жыл 8 азайған. Биылғы жыл болғанда барлығы аналардың болғанда 3-тен бірі 32% болғанда кесар тілігімен босанды. Жаңағы шала туылу коэффициенті деген болады. Бұл болғанда биылғы жыл болғанда 7,2% шала туылған нәрестелер иеленіп отыр. Жаңағы тағы бір енді көрсеткіш нәрестенің туада біткен ақаулары деген болады. Осы болғанда биылғы жылы 20 кезігіп отыр. Былтырғы жылмен салыстырғанда тағы да 2 нәрестемен артық болып отыр. Туада біткен ақаулардың саны жыл санап өсіп келе жатыр. Жалпы енді туада біткен ақау дегенде бұған қандай ақаулар, негізінен қандай ақаулар біздің аймағымызда көп тіркеледі? Біздің аймағымызда енді туада біткен ақаулардың ішінде жаңағы қан тамырлар жүйесі деп айтамыз. Енді осының ақаулар болғанда бірінші орын иеленіп отыр. Екіншісі болғанда жаңағы ми системасының ақаулары. Үшінші болғанда жаңағы таңдай жырық деген ақаулар негізінде көп кезігіп жатыр. Баланың ақауын алдын ала анықтайтын, ананың құрсағында жатқанда анықтайтын мүмкіндік бар ма? Негізінде болғанда мүмкіндік бар. Жаңағы 18-ден 22 апталық аралығында барлық аналарды жаңағы эхо аппаратымен анықтауға тиістіміз. Қазіргі жағдайда біздің амбулаторда 2 эхо аппараты бар. Бұлар болғанда 10-нан жоғары жыл пайдаланып кеткендіктен кішкене ескеріп бара жатыр. Сондықтан да ақауларды анықтау қазіргі жағдайда кішкене қиынға соғып отыр. Бірінші болғанда жаңағы алғашқы 3 айында қан тамырдан тағы да ақауларды анықтайтын орып белоктарды көруге тиістіміз. Бұл болғанда жаңағы біркен ауруханада жоқ болғандықтан о жағынан кішкене қиындау тудырып отыр. Екіншіде болғанда жаңағы эхо аппаратымен көруге тиістіміз. Жаңағы аппараттардың шыдамдылығы төмендегендіктен жаңағы әсіресе мына жүрек ақауларын ертерек анықтау қиынға соғып отыр. Енді ары қарайда болғанда мына жоғарғы құзырлы ұйымдарға жалғастырып осы жаңа соңғы кездің эхо аппараты керек болып отыр. Екінші болғанда жаңағы мамандарды дайындауға тиістіміз. Енді биылғы жыл болғанда 2 дәрігерді дайындаймыз ба деген жоспарлап отырмыз. Мамандандырады, және перинатолог дейміз. Туада біткен ақауларды ол бір үлкен немене ғылым. Соған 1 жылмен алғашқы дәрігеріміз биыл аманшылық болса, енді мына алғашқы 3 айда кетеді деген сөз. Оқуға маман жетілдіреді деген сөз. Былайынша айтқанда сіздердің қазіргі құрал жабдықтарыңыз жеткіліксіз деген сөз ғой, иә? Жалпы болғанда енді мына перзентхананың 300-дей аппараттар бар әртүрлі. Жаңағы балаға, анадардың барлық денсаулығына байланысты тексеретін 300-дей аппарат бар. Барлық аппараттар көп жыл болғандықтан үнемі жөндеуден өткізіп отырмыз. Негізінде болғанда осы аппараттарымыз ескеріп бара жатыр. Сондықтан да енді аз-аздан болса да жыл сайын жаңартып өстіп отырмыз. Ал қазіргі жағдайда болғанда негізінде жаңағы кубез дейміз, жаңағы шала туған балаларды жатқызатын сондай кубезіміз болғанда оларда ескеріп бара жатыр. Басқа да нәрестелерге керектенетін аппараттардың барлығы ескеріп бара жатқандықтан енді осыны жаңалау жағын атсалысып көңіл бөліп жатырмыз. Құзырлы орындарға барлығын тізімін шығарып, барлығын қамтамасыз ету жағын жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы аналардың денсаулығына байланысты қатысты айтқанда, бала іште четінеу, сосын шала туылу себептері ол негізінен уақытында қаралмағанына байланысты ма, қалай ойлайсыз? Жалпы болғанда биылғы жылы амбулаторда 22 мыңдай адам көрінген. Енді бұның жаңағы жүкті болған аналардың 3-тен бірі 32-ден 33% болғанда қандай бір қосымша ауруы бар аналар болып отыр. Бұл аналарды болғанда жаңағы жүктілік кезінде барлық зерттеулерге қамтып, бүгінгі 2184 ананы аман есен жеңілдендіріп, аман нәрестелік болды. Негізінде болғанда жаңағы қосымша ауру болғанда аналарымыздың ортасында кең таралған. Соның ішінде жаңағы бүйрек аурулары болғанда біздің аймағымызда
ең көп кезігеді. Бүйрек ауруына байланысты жүктілік кезінде аналарымыздың қысымы көбейген жағдайлар ең көп кезігеді. Преэклампсия деп айтамыз. Несебінен өзгерістер шығады, қысымы молаяды, ісік пайда болады денеде. Осындай жағдайда кейбір аналар болғанда уақытына жетпей босандыратын дәрежеге жетіп отырмыз. Шала туылу коэффициенті болғанда біздің аймағымызда 7-10% аралығында шала туылу. Барлық ананың 7-10% шала туылатын осындай жағдайлар бар. Бұл енді ел көлемінде көп көрсеткіш. Бұл ел көлемінде дүниежүзілік статистикалық мәліметтерге қарағанда сол бірдей. Аурухананың басқа перзентхананың ішкі жұмыстарына келетін болсақ, мысалға төсек орын, құрал жабдық, басқадай керектенетін көрпе жастық дейміз. Осындай заттармен толық қамтамасыз етілген ба? Сіздерде қандай проблемалар бар? Енді болғанда мен бастысы айттым, барлық нәрселер ескеріп келе жатыр. Төсек орын деп отырсыз, бұл қазіргі жағдаймен тағы да ескеріп отыр. Бұларды тағы жаңалау керек, бірақ жыл сайын болғанда 200-ден 300 миллион аралығында перзентхана ұжымына аймақ әкімшілігінен қаржылай көмектер беріліп отырады. Биылғы жыл болғанда 160 миллион төгіректің қаржылай көмегі берілді. Енді ары қарай да болғанда жайлы орта болу үшін құрылысы ескеріп кеткендіктен осыларды енді жыл сайын өкіметтен берген ақшасымен ремонттап өстіп жүріп жатырмыз. Жалпы болғанда негізінен барлық төсек орын, аппараттар барлығы ескерген. Жаңалау қажет болып отыр. Жыл өткен сайын уақытынан бұрын туған нәрестелер саны артуда. Сонымен қатар денсаулығында туа біткен ақаулары бар сәбилер де дүниеге келуде. Алайда кейбір аппаратуралары жеткіліксіз дейді перзентхана бөлімшесінің нәресте жауаптанған дәрігері Айбану Қызайқызы. Нәрестелер бөлімшесінде барлығы 4 дәрігер, 8 дәрбекелер жұмыстаймыз. Былтырғы жылдан қарағанда жақсы жетістіктер болды. Нәрестелер шетінеу былтырғы жылдан жоғары болғанымен, заманға сай мысалда туа біткен ақаулардың саны былтырғыдан жоғары. Былтырғы 2024 жылы болғанда 13 бала туа біткен ақаулы болса, биылғы жылда 20 бала, 7 баламен жоғары болғандықтан, жалпыда туа біткен баланың ақаулары көп болып жатыр. Биылғы жетістіктеріміз дегенде, мысалда бізде жүректің ақауын тексеретін алдын ала аппаратымыз болған, пайдаға берілген. 11 айдан бастап барлығы 171 бала тексердік. Осының 4-ін жүрегінде ақау бар деп анықтап отырмыз. Балалардың жалпыда шетінеу саны болғанда былтырғыдан қарағанда жоғарылау. Былтыры 16 болса, биыл 19 болып жатыр. Осының ішінде көбінде туа біткен ақау, шала туған балалар 6. Шала туған балалардың ішінде өкпесі жетілмеген баланың саны 6. Іште қандай бір қалды бір деп айтамыз, сепсис дейміз. Сондай баладан 2, жүрегінде ақау бар баладан 3, өкпесі жетілмеген, өкпесінде ақау бар баладан 2. Сондай шетінеу балалардың осындай түр-түрмен шетінеген. Сурпактант деп айтамыз, шала туылған балаларға алынады. Шала туылған бала өкпесі жетілмей туғандықтан сол сурпактант деген дәріні өкпесіне құйып береміз. Бұда нәрестелердің дәрігерлері және де дәрбекелер бірігіп жұмыстап 20 балаға алып отырмыз. Осы 20 баланың ішінде бізде солардың жақсы болғанда 9 бала, шетінеген бала саны болғанда 7 болып жатыр. Қайтып жаңа туған балалардың ұршық шығу, осыны анықтаймыз. Көп жыл болды, осы 10 жыл болып жатыр. Жылына 2161 бала туған, осылар барлығы тексеріп отырмыз. Барлығын туа сала тексергеміз. Осының ішінде ақаулы туған балалар 85. Содан ай сайын қайта айналып келіп, ай сайын тексертіп, кейбіреулеріне мысалда аппаратын салып береміз. Көздің ақауын тексеру дейді. Көздің улан рефлекс деп айтады. Шала туылған бала бүткілі уағына жеткілік туған балалардың барлығын сол көзін тексереміз. 2161 баламызды ішіне қандай бір көзінің ақауы бар балаларды біріккен ауруханамыздың көз дәрігерлеріне қарай көрсеткіземіз, жібереміз. Көбінде шала туылған балалар, ақаулы туылған балалар, осыдан қалай сақтанамыз дегенді айта кеткім келеді. Туа біткен ақаулар болғанда мысалда алдын ала балалы болуды жоспарлап отырған жас отбасылары ауылжай ауруханасына және сумын дәрігерлеріне жақсылап денсаулықтарын тексеріліп,
алдын ала ішетін ем болады, полин қышқылы деген. Полин қышқылын аяқ ауыр болмай тұрып 3 ай бұрын ішу керек. Аяғы ауыр болғаннан кейін 3 ай ішіп, осыны тұрақты ішкен жағдайда негізі баланың тума ақауы туы болғанда көп төмен деп негізінде алдын ала соны сақтайды деген сөз. Қайтып шала толған балалар дегенде мысалда біздің кісілер болғанда аяқ ауыр болғаннан кейін өздеріне жақсы қарап, денсаулықтарын уақ-уақ тексертіп, дәрігерлердің кел деген уағында тексеріліп отыру керек. Мысалда 6-7 ай бұл таяқ қалған кездерде енді кейбір адамдар көлікпен қалай болса солай не ары бері жүре сап, содан болып шаршауға болады, жұмысын декретін алмай жалғастырып жұмыстай береміз дейді кейбір адамдар. Сондайдан болып кейбір адамдардың өзінің денсаулығына байланысты қысымы өрлеп, ісіп, сондайдан болып та шала туылады әртүрлі. Негізі өзіміздің қолымыздан келетін қандай бір көлікке қалай болса солай отырып ұзақ жаққа жүрмеу, өзін күтінетін жағда енді аналар өзіміз жақсылап қарасақ ары қарата біздің жұмысымызға сеп болады дегенді айта кетейін. Перзентханамыздағы нәрестелер бөлімшесінде реанимация жансақтау бөлімшесі бар нәрестелердің. Осыда болғанда барлық емделіп жатқан балалар болғанда 214, осының көбі жақсарып шыққан. Содан 9 баланы қалаға жібергенбіз, қалаға 3-ші емдігімізге жіберіп, содан жақсы болып келіп жатыр. Балалардың сарғаю деген болғанда негізінде қалыпты жағдай. Мысалда туғаннан кейін барлық нәрестелер сарғаяды. Онысы болғанда туа сап 3 күннен кейін сары жүріле бастайды. Басынан аяғына қарай жүріледі. Беті, мысалда кеуде жағы қайтып аяқ қол деген сияқты сарғаяды. Ал сарысы кетерде аяғынан жоғары қарай кете бастайды. Осым 5-7 қонағында болғанда өте жоғарғы деңгейге келіп, сол сарысы сөйте шала балаларда 21 күн, толық уағына жетілген балаларда болғанда 14 күн жүріледі. Сарғаюдың алдын ала сақтайтын ең жақсы біріншіміз болғанда баланы ана сүтінің уызымен тамақтандырғанда емізіп жағдайда баланың сарысы өте жеңіл жүріледі. Босанғанында 2 сағаттың ішінде біз баланы еміздіртіп береміз. Ары қарата өздері жақсылап, сол емізу жағын жақсылап емізсе, сол сарысы негізі жеңіл жүріледі. Сырттан нәрестелер бөлімшесіне 28 аптаға дейін келіп, сырттан қандай бір ауырған жағдайда өзіміз емдейміз. Бұрын балалар бөлімшесіне емделетін, осы кезде сол перзентханаға жатылып емделеді. Аппараттар болғанда бар жеткілікті қазірге сарының аппараттары. Мысалда сарғайған балаларды болғанда асты үстіменен бірақ домалақ шаритын 360 градуста шаритын аппарат болады, бірақ бізде болғанда аунатып баланы жоғары төмен қаратып қойып жатырмыз ғой, үйтпей тура баланы жатқызып қояды. Астыңғы арқасы, кеуде жағы, аяқ қолдары бірақ бір жолата кетеді. Сол аппарат негізі бізде жоқ қазірге. Перзентхана бөлімшесінде көптеген құрал жабдықтар ескірген. Бұдан тыс аппаратуралар жеткіліксіз. Төсек орын, көрпе, жастықта тым шіркін емес. Сонымен қатар кейбір палаталар суық. Дәретхананың өзі жеткіліксіз. Міне осы қатарлы мәселелерді шешу үшін аймағымыз басшылары, мемлекеттік ұлы құрыл мүшелері жеріне барып танысып, жағдайымызға қанық болса дегенді аталмыш бөлімнің дәрігер-дәрбикелері тілге тиек етті. Сонымен қатары жүктілік барысында бақылайтын ультрадыбысты аппаратурадан бастап, сарғайғанды емдейтін 360 градустық аппаратура, шала туған нәрестені жатқызатын инкубаторлық аппаратура, тағы басқадай көптеген аппаратуралар да жетіспейді. Ал жаңа жыл қарсаңында сәбиін бауырына басқан аналарға микрофон ұсынып лебіздерімен бөлістік. Сеңгілсұмынан келгем, атым Нұрсұлу. Сол 30 күні түнде ауырып, 31 күні таңертең 10 сағат 45 минутта жеңілдедім. Балам екеуміздің жағдайымыз жақсы. Шүкір, ұлды болдым, екінші рет. Алғашқы баламда ол, денсаулығымыз кем жоқ, шүкір жақсы. Ал енді жалпы жағдайларыңыз жақсы ма енді? Дәрігерлер қалай қарап жатыр? Дәрігерлер жақсы, негізі жақсы қарайды. Сонан осының ішінде, емілгінің ішінде кішкене дәретхана жағы кішкене нашарлау. Біріншіден, екіншіден төсек өте қатты болады. Төсек матрасы жұқа, астының көрпесі де жұқа, кей кезде үстіңгі көрпеде жоқ. Жеңілдік келген күн жұқа көрпемен жаттық.
көрпе жетпей, төсек қатты болған енді екінші рет емделіп шыққан мен. 2 ретінде төлбөрте палатаға жаттым. Бір күні сол төлбөртеде орын жоқ болып, бір күн жатқанда таң атқан ұйықтай алмай. Ертеңінде орын босағасын төлбөртенің ішіне жаттым. Ауырып келген күнде де төлбөртеге жатып сосын үстіне шыққам. Төлемді палатаның төсегі жақсы ма? Төлемді палатаның төсегі жақсы. Мебель төсек тасты жұмсақ қой. Мыналардың да жата алмайсың. Ұршығыңа батады осы кезде де. Жаңа жылды енді қалай өткіздіңіздер? Жаңа жылды енді сол күні өзіміз көңіл күйіміз жақсы, аман есен жеңілдеп, жақсы отырдық. Сол жақсы көңіл күйдің барысында аймақтың дарғысы келіп, сасы дарғысы келіп, жағдайымызды сұрап, көңіл күйімізді сұрап, жаңа жылдық подаркасын беріп кетті. Сол кісіге алғысымызды айтамыз. Көп рахмет, келіп бізді құттықтап, баламыздың алғашқы сыйлығын беріп жатқанына көп рахмет. Емшілерге де көп рахмет. Бізді қарап сол жұмыс қандай бір мейрам демей көмектесіп жағдайымызды жасап аман есен жеңілдіріп баламызды бауырымызға басқанына алғысымызды айтамыз. Жұмыстарыңыздан табыс, жаңа жылдарыңыз жаңа жетістіктерге толы болсын, жақсылық жыл болсын. Көңіл күйіміз жақсы, алайда төсек қатты, кейде көрпе жетіспейді дегенді олар да тілге тиек етті. Кей жағдайларда денсаулығымызға сәйкес апталап перзентханада жататын кездеріміз болады. Монша жоқ. Сондай-ақ жаңа туылған нәрестені суға түсіретіндей де мүмкіндік жоқ. Талапқа сай жылы монша болса дегенді аналар атап өтті. Халық саны арту үшін, дені сау ұрпақтың көбеюі үшін ана мен баланың денсаулығы бәрінен маңызды. Олай болса, аймақ басшылары, мемлекеттік ұлы құрыл мүшелері осыған ерекше назар аударуы қажет-ақ дейді бөлімше меңгерушісі Жанболат Тайранұлы. Сіздер тілші Айбота Әлиқанқызының әзірлеген репортажын тыңдадыңыздар. Еңсесін елдің мынау түсірмей, үмітінің отын жаққан. Бұл күні ақ халаттың ішінде әрбір күні өтіп жатқан. Жүр олар жақсылыққа жол сілтеп, қиындыққа көнбей мүлде. Біздерге үйде ғана болсын деп өз үйін көрмей жүрген. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына. Бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына, жаңбырына. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына. Бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына, жаңбырына. Сол үшін өздеріне сенеміз, болса сөзін тыңдар құлақ. Біз бірге бұл індетті жеңеміз, шығар сонда күн жарқырап. Қолынан шипа қонып олардың, көңіліне бақтарысын. Күрескен көзілместен қоғамның, өмірлерін сақтау үшін. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына. Бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына, жаңбырына. Мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына. Бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына, жаңбырына. Дәрігердің барлығына,
елімнің алаңдаған тағдырына, бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына жаңбырына, мың алғыс дәрігердің барлығына, елімнің алаңдаған тағдырына, бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына жаңбырына, бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына жаңбырына. Құлақтандырулар. Өткен 10 айдың басында Алтынсөк сұмыны Қаш өлкесінен артық санында 88 таңбасы бар ақ түйе және артқы 2 санында бетінде тұмар таңбалы қара атан барлығы 2 түйе жоғалды. Көрген білген адам болса Алтынсөксідегі сайлауға немесе 85-55-88-22, 85-92-10-48 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Ожым мет ауруханасында тұрақты сүндет жасаймыз. Байланыс телефоны 95-93-09-24. Көңіл айтамыз. Деулун сұмынының тұрғыны ардақты ағамыз Құсайынұлы Жиенбай қажының өмірден өтуіне байланысты зайыбы Майра, бауырлары Шұғай, Мүттахи, балалары Аманбек, Серікжан, Ақыт және де қарындастары мен келіндерге Жиекен қажының топырағы торқа иманы жолдас болсын деп қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз. Алдағы берілетін науқаны қабыл болсын. Қазақстанның Талдықорған қаласынан Есерқан Шәрипа балалары атынан. Науқан қабыл болсын. Байтуған қызы Қазира марқұмның жетісі қаңтардың 4 күні 11-ші бақтағы шаңырағында беріледі. Жұбайы Шайзанда, қайыны Әбдірахман Долда, бауырлары Бірлік Медет Амангелді, балалары Телжан, Сәкен, Елік Марал, Жанболат Бекболат және қыз күйеу балалары мен келіндері, немерелері. Дарханұлы Ертіс марқұмның жетісі қаңтардың 4 күні Қазақстанның Алматы қаласындағы шаңырағында және өлгей сұмыны 1-ші бақтағы атасы Бәдәудің шаңырағында беріледі. Әке шешесі Дархан Жақа, апасы Өзен, аталары Акау Тілеген, ағалары Жарқын, Құмарбек, Амандық, Аманжол, Есенжол, жездағалары Балуан, Нұрболат, Ермек және ағайын туыстары. Зағыпар қызы Әйімқан марқұмның 1 жылдығы қаңтардың 4 күні Қазақстанның Астана қаласы Қосшы ауылындағы Баянды мейрамханасында 12 сағатта беріледі. Балалары Байғоныс Алтыбай Амангелді Мұрат, қыздары Зәуреш Айгүл, Қуангүл және күйеу балалары мен келіндері, немере жиендері. Қасымұлы Ағыбай марқұмның 40 қаңтардың 4 күні Қазақстанның Алматы қаласындағы шаңырағында және өлгей сұмыны 12-ші бақтағы күйеу баласы Қалайықтың шаңырағында беріледі. Қыз күйеу баласы Қалайық Алтынгүл. Шошабайұлы Шұғайып марқұмның 2 жылдығы қаңтардың 4 күні Алтай сұмыны Ақтасты қорасындағы шаңырағында беріледі. Бауырлары Құндызбай Аңсаған, балалары Серік Жанарыс Қызырбек және қыз күйеу балалары. Әбдолда қызы Жаңылған марқұмның 1 жылдығы қаңтардың 4 күні өлгей сұмыны 6-ші бақтағы Тұсқабайдың шаңырағында беріледі. Балалары Тұсқабай, Қажықан, Қажымұқан, Қажат, Ербақыт, қыздары Күләқан, Нарауқан, Нарау, Бақытгүл. Зәңгібайұлы Жәкей марқұмның 2 жылдығы қаңтардың 4 күні Ақкөлдегі шаңырағында беріледі. Бауыры Сәуей, балалары Досымбек, Өсімбек, Қуандық, Нұрбек, күйеу балалары Жексенбі, Солтанбек, Ерболат және қыз келіндері. Хабар айтамыз.
Улан Батыр қаласының тұрғыны Ерғалиұлы Әлбет науқастан кеше қаңтардың 1 күні қайтыс болды. Марқұм Әлбет ертең қаңтардың 3 күні Налайқыға жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы бауырлары Әлмағамбет Өмірбек, жездесі Қуандық Зайыбы Гүлжейна, балалары Жәнібек, Барысбек, Заманбек және ағайын туыстары. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.